Сәлем, сүйікті оқырманым. Менің есімім Қымбат Бақытбекқызы болады. Алишоп Қытаймен бизнес компаниясының негізін қалаушысымын. Және де даму бизнес бастау курсының жетекшісі боламын. Мен сіздерге бүгін өте үлкен тақырыпта бөліскім келіп отыр. Яғни өздеріңіз білесіздер, қазір екінің бірі онлайн бизнеске өтіп жатыр. Екінің бірі интернет магазин ашып, Инстаграм арқылы өз офлайн бизнестерін онлайн бизнеске көшіріп жатыр. Не үшін? Себебі қазір қараңыздар, именно осы 2020-да қазір карантин болып жатыр деген сияқты, соған қарсы бір жағы заманның дамуына сай адамдардың барлығы базардан барып киім алмайды, базардан барып зат алуға уже адамдар жалқауласып жатыр, заман дамуына сай. Сол үшін онлайн бизнес өте үлкен сұраныс болып жатыр. Егер сіз дәл қазір онлайн бизнес бастамасаңыз, 2 жылдан кейін сіз ашып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, қазірден бастап уже онлайн бизнеске кіріссеңіздер болады. Егер сіз үйіңізде бос отырсаңыз, жұмыссыз отырсаңыз, онда қазірден бастап онлайн бизнесті бізбен бірге бастап кетіңіз. Яғни біз өзіміз осы онлайн бизнесті нөлден бастағанбыз. Көп адамдар айтады, бізге қоятын сұрақтар, онлайн бизнес бастау үшін қанша қаржы керек? Онлайн бизнес бастау үшін не қажет? Сайт керек шығар, может, тәжірибе керек шығар деген сияқты көптеген сұрақтар қойылып жатады. Бірақ та мен сіздерге айтайын, біз өзімнің тәжірибем, яғни онлайн бизнес жасау үшін ешқандай көп қаржы керек емес. Яғни сізге қажетті онлайн бизнес жасау үшін ең қажеттісі сізге тек қана білім. Онлайн бизнес жасаудың жолын, соған қажетті заманауи құралдарды үйренсеңіз болды. Бұнда заманауи құралдар дегеніміз не деп білмейтін адамдар сұрақ қоюы мүмкін. Бұнда ең біріншісі сіздерге айтатыным, қандай бизнеспен айналыссаңыз да сізге ең маңызды нәрсе тауар. Өйткені тауарсыз бизнес емес. Егер сізде тауар болмайтын болса, ол бизнес ешқандай болашағы да болмайды деген сөз. Сол үшін бірінші тауар ең маңыздысы, бағасы арзан болу керек. Яғни базардан, әдетте офлайн сатып алғандардан тауарыңыз онлайн бизнес жасау үшін бірінші арзан болу керек, екінші хит болу керек, новый болу керек та. Сосын кейін тауарыңыз жаңағыдей адамдардың қажетінен шығатын проблемасын шешетін болу керек. Бірінші сіз тауарды арзан алу үшін зауыттан алу керексіздер. Яғни мен даму бизнес бастау курсында сіздерді тауарды зауыттан өздеріңіз үйдеріңізде отырып алдыртуды үйрететін боламын. Және де екіншісі керек нәрсе онлайн бизнес жасауға қажеттісі реклама жасау. Яғни сіз әкелген тауарыңызға реклама жасап, бүткіл онлайн түрде интернетке ақпарат етіп салмасаңыз, сізде тауар бар ма, не сатасыз, ешкім білмейді деген сөз. Сол үшін сіз әкелген тауарыңызға заманауи құралдарды қолдану арқылы реклама жасауды үйрену керексіздер. Ал біз бұл даму бизнес бастау курсымызда сіздерге қалай клиенттің қызығушылығын оятып, қалай реклама жасауды үйрететін боламыз. Сонымен сіз тауарыңызды әкеп алдыңыз деге, оған жақсылап реклама бізден үйренгеніңіз бойынша жасадыңыз. Таргет рекламасы деген бар. Инстаграмда интернет магазин ашу керек. Солардың барлығын жақсылап жасап аласыз. Сіз жасап алғаннан кейін, үшіншіден, сіз егер бұрын бизнес жасап көрмеген болсаңыз, онда сіз сатуды білу керексіздер. Яғни онлайн сату менен офлайн сату деген ұқсамайды. Яғни офлайн сатқан кезде сізде қолыңызда тауар тұрады, адамға түсіндіріп көрсете аласыз да качествосын. Ал енді онлайн бизнесте сіз клиентсізді көрмейсіз, клиентті көрмейсіз. Яғни клиентке кәдімгідей өте жақсы сапалы түрде қызмет көрсетіп, жақсы сөйлесіп өткізу керек боласыз. Бұл сату өнері деп аталады. Сіз сату өнерін бұрын бизнес жасап көрмеген болсаңыз, біз сіздерге даму бизнес бастау курсында сату өнерін клиентке қалай өткізу, сапалы қызмет өтеуді үйрететін боламыз. Жалпы осы 3 құрал, оған қарата Инстаграмды дұрыстап жүргізу. Яғни сіз Инстаграмға бір тауардың фотосын жай қоясап, видеосын қоясап, сен астына жазып қойсаңыз, бұл ешқандай клиент әкелмейді. Ол үшін сіз кәдімгідей маркетингті беске білу керек боласыздар. Ол қиын емес, оған небәрі сіздерге үйреніп шығуға, осы 5 құралды үйреніп шығуға небәрі 1 апта уақыт кетеді. Осы 1 апта уақытыңызды шығарып, сіз 1 аптада тек қана осы онлайн бизнес жасауға қажетті 5 құралды үйренуге фокустарыңызды қойып, үйреніп кететін болсаңыздар, сіздер уже осы 1 апта ішінде онлайн бизнес бастап кетулеріңізге әбден болады. Яғни бізде оқып атқан, істеп атқан кісілер осы 1 аптаның ішінде бастап кеткен кісілер 90%.
Сол үшін адам жасағанда адам жасай алады. Егер сіз 2 жылдан кейін ашық қалмаймын десеңіздер, онда осы таргет рекламасы, зауыттан тауар әкелу, реклама жасау, SMM, таргет сату өнері, осы 5 құралды толық меңгеріп алыңыздар. Сонымен бізбен бірге онлайн бизнесті бастап, үйіңізде отырып табыстаңыздар. Жақсы, егер де сіз осындай онлайн бизнесті бастағыңыз келетін болса, жасағыңыз келетін болса, үйренгіңіз келетін болса, онда төменде нөмір қалдырсаңыз да болады. Я болмаса бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз.